Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армы қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Ауыр соққы жүрегімді жаралап тастап кетті. Мөлдір Мұқан ел естімеген шындықты айтты. Тұрсынбек Қабатовтың әйелі Мөлдір Мұқан желідегі парақшасында жазба жариялап, жан сырын ақтарды деп жазады Алаш.кз ұлттық порталы. Көпке сеніп өзін ұмытқан жан. Бәрін біліп тұрса да үндемеді. Көзі шындықты көріп тұрса да соқыр болды. Сезімі айқайлап жатса да саңырау болды. Себебі ол сенді. Сендім деп сатқындықты өзі қолыменен құшақтады. Көзінде жүрегіне махаббат сыйлаған жан жүрегін жаралап тастап кетті. Жақын адамнан келген ауыр соққы бөтеннің тасынан да бетер екенін кеш ұқты. Шайвы болшым горде көп әйелдің іштей күліп сырттай сынып жүрген шындығы. Бойдағы үнсіздікті дабылын қағатын. Өзімді ұмытпау үшін айтылар ішкі үн. 20 қарашадан бастап барлық кинотеатрларда. Келіңіз, көріңіз, бәлкім өзіңізді табарсыз деп жазды Мөлдір Мұқан. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.